Палестина кім әлемде күшке, саяси экономиялық күшке ие, соныкі Палестина. Құраны кәрімде білеміз, Ибрахим алейхиссаламның Исхақ деген ұлынан Бәни Исраил тарайды. Исмаил деген баласынан Арабул Мустаараба, яғни арабтар тарайды. Исмаилді берген кезде фабашшарнаху биғуламин халим деп Алла Тағала Исмаилді сипаттаса, Исхақты фабашшарнаху биғуламин алим деп ілімді Бәни Исраилге, хилімді арабтарға берген. Сондықтан да яһуди халқы Бәни Исраилдің ұрпағынан көп білімді адамдар шыққан. Ілім сол жаққа кетіп қалған. Хилім арабтарға кеткен. Жалпы жер бетінде екі орталық бар. Біреу діни орталық, діни үстемдік, діни билік, ол Мекке. Ол жерде وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Кім ол жерге келсе, қауіпсіздікте дейді Алла Тағала. Екінші орталық, екінші офис, ол Құдс. Ол жерге فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Егер ол жерге кірсеңіздер, сендер жеңесіңдер, сендер үстемсіңдер дейді. Яғни бұл жерде дүниелік, саяси, экономикалық үстемдік айтып тұр. Кім ол жерге кірсе, демек ол сондай үстемдікте. Ал Мекке діни билікті білдіретін бір орталық. Құран кәрімде تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Біз бұнау Меккені айтып, яғни бұл ақиреттің жайы, ол жердегілер жер бетінде тәкаппарлыққа және бұзғыншылықты қаламайтындардың мекені дейді. Яғни бұл жерде олар тәкаппарлықты қаламайды. Ал Құдысты айтқан кезде وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Біз оларды Тәуратта жазғанымыздай, олар жер бетінде екі мәрте бүлік шығарады және тәкаппарлыққа беріледі. Тәкаппарлық, үстемдік оларда. Сондықтан жер бетінде Палестина, арабтың, мұсылманның деген талас тартыс ол бітпейді. Палестина кім әлемде күшке, саяси экономиялық күшке ие, соныкі Палестина. Кім күшті, соныкі.